Қараңыз, мына үшін таңдап алыңыз. Құттықтау хат қандай сөздермен басталатынын көрсетеді. Қайырлы күн. Тоқтар, сендер таңдаңдар. Сәлем, аса қадірлі, ізгі тілекпен қайырлы күн. Сәлем. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Өздеріңіз белгілеп алыңдар. Белгілеп. 1, 2, 3, 4 мысалы. Сәлем, қадірлі. Мұғалім не жазуға? Не жазуға? Мына жауаптың біреуі. Қалай жазуға? 1, 2, 3. Жоқ, сәлем, аса қадірлі, ізгі тілекпен қайырлы күн деп жазуға болады. Таңдадыңдар ма? Мұғалім, мынау біріншісі мұғалім. Енді біріншісі. Таңдадыңдар ма? Қараңдар, енді тексеріңдер. Қараңдар, жауабын тексеріңдер. Мен белгілеймін. Жауабы аса қадірлі болу керек. Сейчас кто-то спишет, а мне уже списывают. Кім? Мирас Суламыш. Сонымен аса қадірлі екінші тапсырма. Мысалы, құттықтау хат, құрметті қадірлі аса қадірлі қымбат деген сөз басылады. Екінші тапсырманы қараңдар. Сен кішкене былай тұр. Екінші тапсырма. Міне, мысалы, қуаныш иесінің жетістіктерін көрсететін мысалды белгіле. Сізді 9 жыл мерекесімен құттықтаймыз, сізге қуаныш пен бақыт тілейміз, сіздің ерлігіңіз бен еңбегіңізді мақтан тұтамыз, ізгі тілекпен немерелеріңіз Айдын мен Айдана, құрметті Абзал ата. Қуаныш иесінің жетістіктерін қайсысы білдіреді? Таңдадыңдар ма? 1, 2, 3, 4, 5 қайсысын таңдайсыз? Мысалы, Лейсан, сен қай жауабын таңдайсың? Оқып шықшы. Мұғалім! Жұрайдың ручка жоқ. Өзгі тілекпен немерелеріңіз Айдын. Қара, жауабын қараймыз. Жауабы сіздің ерлігіңіз бен еңбегіңізді мақтан тұтамыз. Бұнда мына жауапты кім? Үндемей арасында отырыңдар. Мұнда қуаныш иесінің жетістіктерін көрсететін мысал осы болады. Сіздің ерлігіңіз бен еңбегіңізді мақтан тұтамыз. Ары қарай, үшінші тапсырмамыз орды. Хаттың соңында құттықтаушының аты жөні қандай сөздермен бірге беріледі? Қымбатты, шынайы көңілмен, аса қадірлі, шын жүректен тілек білдіруші. Қайсы болады? Қайсы болады? Хаттың соңында құттықтаушының аты жөні қандай сөздермен бірге берілетінін көрсетеді. Мысалы, қымбатты, шынайы көңілмен, аса қадірлі, шын жүректен тілек білдіруші. Таңдадыңдар, мына ішінде тез таңдаңдар. Қазір көрейік. Мұнда 3 жауап. 3 жауап шын көңілмен, шын жүректен тілек білдіруші. 3 жауап болады. Дұрыс, жақсы. 4-ші тапсырмаға назар аударайық. Сен былай түсіріп отыр, мұғалімнен түсіріп отыр деген секілді. Мысалы, мәтінді мұқият оқы. Хаттың кімдерге адресат арналғанын белгіле. Мысалы, мәтін мынадай бар. Құрметті ұстаздар, сіздерді кім оқып шықшы дейсің. Халқының бірлігі күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Бұл мереке барлық ұлт өкілдерінің қазақ жері бүгінде көпқұлықты мемлекеттің бірі болып
қауіпсіздігі одан әрі жалғасып, еліміздегі ұлттары татулық, әлемдік беріп, қашан да ұмытылмай, бірлік мәңгі ізгі мектеп басшысы Мұхтар Шоқұлов. Енді осы құттықтау кімге арналған? Қараңыз. Оқушылар барлығына, ата-аналар, мектеп мұғалімдері. Кімге арналған? Құрметті ұстаздар деп басында беріліп тұр. Оқушылар Мектеп оқушыларға арналған. Оқушылар. Хаттың кімдерге адресат арналғанын белгіле. Ары қарай. 4-ші тапсырманы назар аударайық. 4-ші тапсырма болды, 5-ші тапсырма. Мәтінді оқы дейтінсі, бірінші абзац тапсырмада хаттың қай бөлігі екенін белгіле. Сонымен бірінші мәтін, бірінші абзац сіздерді Қазақстан халқының бірлік бір мерекесін шын жүрекпен құттықтаймын. Бұл мереке барлық ұлт өкілдерінің ынтымақтастықтары мен достығының бейбіт өмірдің рәмізі, ал бейбітшілік пен тұрақтылық және ұлтаралық келісім мемлекеттің ең басты негізгі рухани байлығы. Мұндағы жауаптар, мысалы қараңдар, халықтың жетістіктері, халық құттықтаған хат адресаты, құттықтаудың себебі мерекелік ізгі тілектер. Бұл бізде қайсы болады деп ойлайсыңдар? Бұл бізде құттықтаудың себебі, құттықтаудың себебі берілген. 6-шы тапсырмада 3-ші абзацқа назар аударайық. 3-ші абзацта сөйлемдер хаттың қай бөлігі екенін белгілейді. 3-ші абзац сіздерге шынайы көңіл мен бақыт, береке, ашық аспан, өзі еліміздің өркениетті жолындағы еңбектеріңізге мол табыс, отбасыларыңызға аманшылық пен шаттық тілеймін. Bir шаңырақтың астындағы халқымыздың достығы мен өзара түсіністік одан әрі жалғасып еліміздегі ұлттық ұлттарға беріп тұрып, қашан да ынтымақ, бірлік мәңгі жасай берсіңізге тілекпен. Мұнда енді қайсыны белгілеуге болады? Мұнда бізде мерекелік ізгі тілектер. 7-шіде мәтінді бұл мәтін құттықтау хатын қайтарымен жатады. Мысалы мәтін берілген қадірлі жауыз ардагерлер мен тыл еңбеккерлер қазақстандықтар, сіздерді қасиетті жолы мереке жеңіспен жүрекпен құттықтаймыз. Бұл отан қорғауда өшпес ерлікпен өшпес халқымыздың шексіз қаһармандығы мен мұқамас қажы қайраттың ең айтулы мерекесі. Ұлы жеңіс оңайлықпен келген жоқ, майдангерлердің иығына аса ауыр жүк түсіп отаны ел үшін от болып жанды, оқ болып атылды, қаншама қазақтар ұрыс даласынан қайтпай қалды. Бұндай бұл бізде қандай болады? Ресми құттықтау хаты болады. Жауабын қарауға болады. Ресми құттықтау хаты. 8-ші бұл сөйлемдегі хат иесінің не үшін қолданылып көрсетеді? Осы қасиетті күнні адалдық пен ерлікке деген жан-қияттың өрісін көрсеткен қаһармандардың рухы алдында бас иіп тағзым етеміз. Соғыс ардагерлеріне ерекше құрмет көрсетіп, мерекемен құттықтау. Қайсыны мерекемен құттықтау? Жоқ, соғыс ардагерлеріне ерекше құрмет көрсетіп. Және ең соңында құттықтау хат қандай мерекеге арналған? 9-шы мамыр. Міне осылай, құрметті оқушылар.